саламатсызбы? Дүйсебаева Раужан Тұрғынбаева, Иә, дәл өзім таныстырып. Наурызбай ауданы полиция басқармасының учаскелік полиция инспекторы, полиция майоры Жүнісбек Әділбек. Телефон қойыңыз, былай танысуыңыз болады. Не үшін келіп тұрсыздар? Сізді әкімшілік іс бойынша хабарлама, яғни өзіңіз адвокатпен бірге ертеңге келуіңіз туралы. Қандай іс әкімшілік? Не үшін қозғалып тұр әкімшілік іс? Әкімшілік іс 11 шілде 2023 жылы болған заңсыз акция болды. Қандай акция болды? Қандай акция болды ол? Мен сотқа барғанды білем, бірақ заңсыз акцияға қатысқанды білем. Болды, мен сіздің ісіңізде, сіз сөйде заңсыз болды деп жоқпын қазір. Сіз айтып тұрсыз ғой, заңсыз деп. Заңсыз акцияға қатыстым деп. Ол сот ашық түрде болды, және біз оған бардық. Соттың шешімімен келіспегеннен кейін ол жерде адамдар наразылығын білдірді. Бірақ оның не үшін заңсыз? Іс бойынша басқа учаскелік полиция инспектор жүргізіп отыр, сол сізді іспен таныстырады. Кім жүргізеді? Сізден түсініктеме алады. Полиция капитаны жалғасын. Сол бойынша түсінік бересіз. Сіздің ісіңіз заңды ма, заңды емес пе, не үшін өтті болғанын түсіндіресіз. Кеше соттай алмағаннан кейін бүгін келіп тұр ма? Сіздер бүгін жіберіп тұр ма? Білмеймін, кеше кім болған. Повестканы бере салыңыз. Қазір бірінші қол қойып танысыңыз, сосын беремін. Болады ма? Қай жерге алып отыр? Сіздерге айта кетейін, құрметті қалайық, өздеріңіз білесіздер, кеше ғана мен Алмалы аудандық полиция бөлімшесіне шақырған болатын. Прокурорда, полицияда менің заң бұзғанымды дәлелдей алмады. Керісінше өздерінің скрindары менің заң бұзбағандығымды дәлелдеп берген болатын. Енді міне кеше жеңілген билік бүгін қайтадан полиция жіберіп тұр. Қолымды қоймайды, аты жөнін. Фамилия? Мысалы қолыңыз. Бүгін күн жазасыңыз. 26. Міне осылай повестка келіп тұр. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Енді бұны барып тұрған бассыздық деп қана айта аласың, басқа не деуге болады. Кеше соттай алмады, бүгін осылай үйіме полиция қызметкерлері тағы жіберіп тұр.